Сәлем достар, сіздермен болған мен Рузайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия тақырыбы анасыз өскен балалар бірінші бөлім. Бұл сериал сіздерге қызықты және де ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше мен сериалды бастаймын, көруге тамашалаңыздар. Кеттік. Анау балалар тұрды ма екен? Мен тұрғызбасам, бұлар тұрмайды. Ұрып тұрғызу керек қой. Менің де арағым таусылып жатыр. Бұлар деген маған жандар ашымайды. Мені асырау керек қой. Қазір бұларға көрсетейін мен. Ей, екі бала, тұрыңдар тезірек. Ей, тұрыңдар деймін сендерге. Қазір көрсетем. Жылап қаласыңдар. Болттар тезірек араға кеп беріңдер маған. Әке, не болды? Қазір қарындасымызды оятып жібересіз. Сол үшін тезірек тұрып, маған арақтарында кеп беріңдер. Анау аманатты оят тез. Бол, тез. 1 минуттың ішінде арақ болсын. Аманат тұр. Не болды? Біз тезірек әкеге араға кеп беруіміз керек. Әйтпесе айқай шу шығарады. Жақсы, жүр кеттік тезірек. Ағай, келіңіз, сізге шай құйып берейін. Мінеки, аға, ас болсын. Рахмет, қарындасым. Әке, міне әкелдім арағыңызды. Тезірек әкемейсіңдер ме? Мені күттіртіп қойып 1 минут деген едім ғой. Тезірек бер маған. Мінеки. Енді мына арақтарды барып магазиндерге өткізіп кел. Сосын оған арақ ал, жарай ма? Әке, мен мынаны қалай өткіземін? Ят емес пе? Менің сыныптастарым көріп қойса ят қой бұл. Сосын бізді жетімдер үйіне алып кетеді. Мен сендерді ешкімге бермеймін, маған керексіңдер сендер. Болды, менің айтқанымды тыңда да, бар мынаны өткізіп кел. Жоқ, әке, мен бұны өткізе алмаймын. Мен сені қазірше көрсетемін саған. Жүр бөлмеге. Жарайды, әке, өткізіп келемін. Бәсе, бірде тыңда айтқан дегенді. Бар, көзіме құры. Адамды жындандырып. Аға, сізге тағы да шай құйып берейін. Қарныңыз ашып қалыпты ғой. Иә, қазір мектепке барамыз ғой, дайындаласың, жүре ма? Жақсы. Келіңіз, шай құйып берейін. Ас болсын. Рахмет. Сабақтарын жақсы оқып жүрсіңдер ме өзі? Тексермей қойдым ғой, уақытым болмай жүр дегендей. Я, мен өзім жақсы оқып жүрмін. Мен де, аға, уайымдамаңыз. Біреу келіп тұр ғой, мен барып ашайын. Бұл кім? Бұл Асылай ма екен? Мен ғой, сыныптасы. Кіре ғой үйге. Жоқ, Асылай шыға ма екен? Ол әлі мектепке дайын емес. Сен ішке кіріп шай іш кел, кір. Жақсы, рахмет. Жүр ендеше. Бізге қонақ бол. Жақсы, ендеше мен шайымды ішіп болдым. Тезірек магазинге барып өткізіп қайтайын мыналарды. Мен де шайымды ішіп болдым. Рахмет, қарындасым. Ой, пысықпын десеңші. Иә, сен неге ерте келіп алғансың? Сол, бүгін ертерек шығамыз ба деп ойлағам. Сен болса әлі дайын емессің ғой. Ой, әлі сабаққа дейін 2 сағат бар ғой, не істейміз? Саған шай құйып берейін. Рахмет.
Әке, қалайсыз? Сізді көрмедім ғой. Қалайсың, жаным менің, ботақаным менің. Саған ақша керек пе, ақша берейін бе? Иә, әке, маған ақша керек. Менің қарным ашады дегендей. Ал мынау менің сымтасым. Қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Жақсы, әке, мен сабаққа дайындалуым керек еді. Жүр кеттік. Вау, күшті киім кидің ғой. Сен мұндай киім кимейтін едің ғой. Әкең сатып алып берді ме тағы? Иә, әке сатып алып берді. Күшті киім, иә? Иә, күшті ғой. Мынау вообще қымбат. Иә, маған киімдер көп алып береді. Қалаған затымды алып береді. Вообще-то біз не істеп тұрық? Тезірек мектепке шығайық. Ал мен байқаймын, келген сайын ағаларыңа жұмыс істетіп қояды, ал саған көп заттар беріп еркелетеді. Құмаш, енді ағаларымды қалай еркелетеді? Олар қыз емес қой. Мысалы, сенің ағаларың болса, оны еркелетпейді. Ал енді олар үлкен, сол себепті оларға тірлік істетеді. Сен білмей тұрып айтпашы олай. Ой, жарайды, ұрыспай қояйық. Міне, қызым, саған ақша. Өзіңе керекті заттар аларсың. Әке, мынау көп емес пе? 5000 теңге бергеніңіз? 1000 теңге берсеңіз де жетер еді ғой. Саған 5000 теңге кафе емес пе? Ала берсеңші. Ала бер, қызым, өзің керегіңе аларсың. Жақсы, әке, көп рахмет, бетіңізден сүйдім. Кетті ендеше тезірек.